Ардақтағы ағайын, Таңшолпанның қонақжай студиясына біздің қадірлі меймандарымыз да келді, уәде еткеніміздей қызықты сұхбат алды. Олай болса, қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан футбол федерациясының баспасөз хатшысы Дина Ысқақова, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының ойыншысы Бауыржан Исламхан бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Енді бүгінгі әңгімеміз әдеттегідей футбол тақырыбында болмақ. Футболды біздің еліміздегі жалпы бүкіл әлемдегі азаматтар қатты жақсы көретін спорт түрлерінің бірі. Астана қаласында Евро 2016 іріктеу турнирінің аясында Қазақстан мен Исландия құрамалары арасында ойын өтетін болады, матч болады. Бұған дайындық жұмыстары өтіп жатыр деген сенімдеміз. Енді жаңағыдай матчқа дайындықпен келу үшін қарсыласты да жақсылап білу керек. Енді Исландия біздің білуімізше ол Еуропадағы шағын ғана мемлекет. Мұндағы футболшылардың өздері мемлекеттік қызметті қатар алып жүреді. Енді осы Исландия айды аспанға шығарып, топта бірақ 9 ұпай жинады. Бұл күтпеген жағдай болған шығар. Исландия қазіргі құрамада ең жақсы құраманың бірі. Олар өте жақсы футбол ойнауда қазір. Осы ойынымызда Голландия құрамасын ұтып, өте жақсы нәтиже Түркияны жеңіп, өте жақсы нәтиже көрсетуде. Мен Исландиямен жастар құрамасымен ғана бірінші рет ойнағам. Олар Астана командасында өткен. Осы Астана қаласында сол ойында біз 3-2 есебімен ұтып, сол жеңісті осы жолы қайталасақ деген үміттеміз. Біз де үміттеміз, біз де ел болып жанкүйер боламыз өздеріңізге. Енді тіпті бірер жыл бұрын осы құрамада ойнаған Эйдур Гудиенсон деген футболшыны қайта шақырыпты. Бұл енді бұған қарап Евро 2016-ға дайындықтары жақсы өтіп жатқан секілді. Қалай ойлайсыз? Бұл жолы бір ерекше дайындықпен келетін сияқты. Сіздер де осал қарсылас емессіздер ғой? Бізде көп оқу жаттығуларын өткіздік. Осы ең бірінші Турция қаласында өткіздік оқу жаттығу ойынымызды. Сол жерден бастап осы ойындар дайындалып, осылардың көріп, әр видеосын көріп, осы қалай ойнағандарына, қай жерде слабый жерлері бар, бәрін көрсетіп осы тренер. Осы күнге шейін дайындалып келе жатырық, қазірден де бастап дайындалып жатырық, осы ойынға дайынбыз біз. Жалпы Исландия туралы толықтыратын болсақ, олар 2000 жылдан бастап өздерінің футболын дамыту жолын бастады, қолға алды. Қазіргі жастар құрамасында, ерлер құрамасында ойнап жатқан футболшылар сол еңбектің жемісі. Исландия бар болғаны халқының саны 300 мыңнан асады, кішкентай ғана мемлекет, бірақ сол халқының 22 мыңы кәсіби түрде футболмен айналысады екен. Сол футболистердің 50-ге жуығы әртүрлі жетекші клубтарда футбол ойнайды. Сондықтан Бауыржан дұрыс айтты, тек Исландияны емес, жалпы Еуропа чемпионатының іріктеу турниріне қатысып жатқан кез келген команданы, кез келген құраманы әлсіз қарсылас деп қарастыруға болмайды. Барлығының мақсаты бір, жеңіске жету, елінің абыройын биікке шығару. Сондықтан Бауыржандар осы матчқа, жалпы осы іріктеу турнирлеріне жаңа өзі айтты, Түркиядан бастады, ал Астанада команда 23 наурыздан бастап осы жерде жаттығып жатыр. Бұл жер тағы айту керек, Исландия құрамасы Астанаға 24 наурыздан бастап келіп, өздерінің оқу жаттығуларын өте ерте бастап кетті. Яғни 5 күнде осы Астанада матчтың алдында дайындалады. Негізі бұндай іріктеу турнирлерінде жалпы басқа ел келгенде ерте келмейді командалар. Соған қарағанда біз ойлаймыз, Бауыржан Исламхан, Самат Смақов бастаған командамызды кәдімгідей өздеріне азулы қарсылас санайтын сияқты. Мойындап тұр деген сөз ғой. Расымен де мықты дайындық керек. Енді Чехияға қарсы ойында сәл ғана сәттілік жетіспеген сияқты. Дегенмен де тең дәрежеде жақсы өнер көрсеттіңіздер. Енді бұл жолы Исландияға қарсы ойын жақсы өнер көрсету үшін қандай бір жаттығуларды, стандарттар бар ғой енді? Қандай ерекше тұстарда дайындалу керек деп ойлайсыз? Сіз осы Турциядан бастап дайындалып келе жатырық осы ойынға. Әр нәрсені көріп, қай жер команданы сылауы, қай жеріне күнге әртүрлі нәрселер жаттығуда істеп жатырық осы ойынға дайын болу үшін. Олардың да бір шетінен кішкене болсын бір слабый месталар бар ғой, айтумен.
біз солардың бәрін қарап күніге тренер көрсетті, міне былай осылай былай ойнау керек деген. Осы ойлаймын, тек қана бізге жанкүйерлердің көмегі керек осы ойында. Жанкүйерлер келсе біз ұтамыз деп ойлаймын. Құрметті көрермен қауым, сіздерді шақырамыз. Біздің футболшыларға, ойыншыларға жанкүйер былай қарасында да ол өте маңызды. Ал жігіттердің көңіл күйлері қалай бүгінгі таңда? Жігіттердің көңіл күйі өте жақсы, барлығымыз дайындалудамыз. Барлығымыз әр жақтан келсек те, біз бір-бірімізге де қарсы ойнаймыз, бірақ бір сборныйға келгенде біз бәріміз бір өзіміз туымыз үшін ойнаймыз, осы еліміз үшін бәрін қуантуға барлық күшімізді саламыз. Енді біз де жігіттерге үлкен сәлем жолдаймыз, сәттілік тілейміз. Барлығы жақсы болады, жеңіске бірге жетейік деген үмітіміз, сеніміміз және тілегіміз бар. Ал өзіңіз қаншалықты дайынсыз? Алда алған жарақаттардан толық қайықтыңыз ба? Жоқ, мен енді ешқандай жарақат жоқ. Мен осы ойынға 100% дайынмын. Қолымда не бар, барлық күшімді салуға тырысамын осы ойынға. Енді Қазақстан футбол федерациясының басшылығы да ауысуда. Осыған байланысты қандай жаңалықтар, қандай өзгертулер болады? Ерлан Тоқтархановичпен Турция қаласында өткен оқу-жаттығу жиынында сол кезде танысып, сол кезде отырып, бәріміз сөйлесіп, өз әңгімесін айтып, осы келген соң осы көптеген нәрселер өзгерейін деп жатыр. Кішкентай бала жасөспірімдерге көп нәрсе деген үлесте қосуға, бізде болмаған нәрсе соларда болсын деген сияқты көп нәрсе деген академиялар ашылуда қазір. Сол кісімен сөйлесіп, сол жерде отырып, көп нәрселер айтты, танысып, жақын араласып, сол ойында кеп, Молдовамен өткен ойында сәттілік тілеп бізге, сол ойында қатысып бізге, осы ойында да кеп біз қолдайды деп ойлаймын, сәттілік тілеп бізді. Иә, ол міндетті түрде болады. Дина ханым, енді біз айтып отырмыз, Исландия мемлекетінде футболды дамыту жақсы бір жолға қойылған, қолға алынған. Ал біздің елде балалар футболы ахуалы қалай? Жақсы деген баға беруге болады, себебі 2012 жылдан бастап Қазақстанда осы балалар мен жасөспірімдерді футболын дамыту концепциясы қолға алынды. Сол бағдарламаның аясында қазір әр облыс орталығында футбол орталықтары бар, әр клубтың жанынан ашылған. Ол жерде 6 мен 17 жас аралығындағы балаларға тәрбие беріледі. Негізгі бағыты Германияның футбол мектептерінің методикасы алынды. Бүгінгі таңда 13 орталық жұмыс істеп тұр. Осы жылдың аяғына дейін тағы да екеуі жас футболшыларға есігін айқара ашады және жұмысын бастайды деген жоспарымыз бар. Одан бөлек осы жылдың басында Оралхан және Рамазан деген екі ініміз Катарда үлкен бір ірі халықаралық турнирге қатысып келді. Ол жерде олар әлем құрамасының сапында футбол ойнады. Ол үлкен жетістік. Одан бөлек Бразилияда Оле Бразил бағдарламасы бойынша 26 бала осы кеше ғана жария етілді. Тізімдері Бразилияға аттанды. Енді Бразилия ол футбол отаны, Пеленің отаны деп жатамыз. Сондықтан одан бөлек бауыржандарда өзіміздің еліміздің футбол мектебінің түлегі. Сондықтан байқалса енді егер барлығы осы бағытта жақсы жүріп кетіп жатса, әлі де Бауыржанның, Саматтың, Нұрдәулеттің артынан ерген әлі талай жұлдыздарды, талай қазақ балдарын көреміз деп ойлаймын. Мен де сізбен толық келісем. Ал осы Испания елінен Барселона қаласынан да арнайы мамандар шақыртылып бізге келіп жатыр. Ол енді шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу жұмыстары деп қарауға болады. Нәтиже беріп жатыр ма бұл жұмыстар? Әрине, жаңағы әңгімеміздің жалғасы балалар мен жасөспірім футболын дамыту, одан әрі жақсарту мақсатында Испаниядан Карлес Мартарель Бакис деген маман алынып келді. Ол негізі Барселона футбол клубының осы балалар футболын дамыту департаментінде жұмыс атқарған. Одан бөлек ол былтыр жыл сайын өтетін Қазақстан президентінің кубогы үшін өтетін турнирде Испания құрамасын 17 жасқа дейінгі құрамасын алып келді. Бас жүлдені қанжығаларына байлап Испанияға алып кетті кубокты. Сондықтан ол мамандың шақырудағы басты мақсаты да осы біздің жас
балаларымыздың арасында Исламқандай футболисттерді табу, оларды тәрбиелеу, олардан әдеміге дұрыс бағытқа қою. Сондықтан ол өзінің жұмысында кеше осыдан 2 апта бұрын Шымкентте және Таразда Арман мен жастар турнирі, дәл жасөспірімдер арасында өтетін турнир бар. Сол турнирге барып, әр команданың ойынына қатысты, сараптама жасады, саралады. Мен ойлаймын, бұл еңбекте көп ұзамай жемісін беру керек. Менің ойымша кез келген футболшының арманы ол ұлттық құрамада өнер көрсету. Жалпы бұны қалай қадағалайды футболшыларды ұлттық құрамаға қабылдануын кімдер шешім қабылдайды бұл жайында? Енді бұл сұраққа ұлттық құрамаға шақырылған Бауыржан жауап бере алатын шығар. Өзіңіз қалай келдіңіз? Қалай келдім? Мен өзім Тараз қаласынан 18 жасымда футбол ойнай бастадым, ол құрамамда. 19 жасында команда капитаны болдым, өзім Тараз қаласының. 19 жасынан кейін мен Россия командасына кетіп қалдым, Кубань дейтін сапына. Сол жақта болдым. Сол жақтан 19 жасымда Тараз командасына ойнағанда Турция жайында жолдастық кездесу өтті. Сол ойында ең бірінші ойынды Латвия командасымен ойнадым. Содан әр ойын сайын мен қараған сайын ең бірінші футбол бастағанда бүкіл баланың арманы Қазақстан сборныйында ойнауға осы бастағансың. Барлығы тек қана осы жолға түсіп, бәрі айтыр, осы үлкен биіктерден көрінсем деген ойлайды бәрі. Көптеген балалар. Мен ең бірінші ойынымды Латвия командасымен Турция жайында өткіздім. Қазіргі осындай көптеген айтыр. Әр ойынға біздің әр ойынымыз кеп көреді, осы сборныйдың тренерлары әр нәрсені көріп, кім шақыру керек, кім шақырмау керек, сол кісілерге көп рахмет етіп шақырып, бізді сенім артып, сол кісілерге көп рахмет айтқым келеді. Расымен де ұлттық құрамада өнер көрсету ойына ол үлкен мүмкіндік, үлкен бағыт, бір жағынан үлкен жауапкершілік. Өйткені бүкіл ел сіздерге үміт артады, сіздерден жеңіс күтеді. Бұл да мысалға психологиялық тұрғыдан үлкен бір жауапкершілік қой. Ал енді осы жуырда Ресейдің Мәскеу қаласында жолдастық кездесу өткізу жоспарда бар екен. Бұл жайында да айтып берсеңіз бізге. Қазір қарасаңыздар, Россияда футбол дәрежесі өте жоғары, барлық командалар өте мықты. Осы ойын бізге тек қана жақсылық береді деп ойлаймын, ол ойын бізге көптеген нәрселер береді деп ойлаймын, жақсы нәрселер. Команда не болғанмен дәрежесі өте үлкен команда, жақсы команда. Біз ойлаймын, осы ойын бізге көптеген нәрселер беріп, көптеген нәрселер үйренеміз деп, осы біздің өтетін ойында, осы Юрий Анатольевичтің да ойына көптеген нәрселер келеді деп ойлаймын. Барлық балалар тексеріп үлгереді, көріп үлгереді, кім қандай нәрсеге дайын, не көрсете алады деген сияқты. Осы ойын сол ойынды осы үшін жасап жатыр деп ойлаймын. Енді сіздердің еңбектеріңіз өте көп, күндіз түні бұл жаңағыдай жарыстарды ойлайсыздар, физиологиялық тұрғыдан да дайындаласыздар. Біз сіздерге жанкүйерміз, тек қана жеңіс тілейміз, биіктерден көріне беріңіздер, біздің еліміздің туын көкте желбіретіп, халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіздер деген тілекті білдіреміз. Бүгінгі таңды уақытты бөліп, бүгінгі күнді бізбен бірге қарсы алғандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Барлық жанкүйерлерді 28 наурыз күні Астана Арена стадионында күтеміз. 12 ойыншының командаға беретін рухы өте үлкен, өте қатты әсер етеді. Сондықтан ұлттық намысымыз, ұлттық абыройымыз сынға түсетін кезекті жарыс сәтінде жанкүйерлердің қолдауын күтеміз. Олай болса, құрметті көрермен қауым, барып жанкүйер болып, бүкіл әлемге қандай екенімізді көрсетейік. Ардақты ағайын, өздеріңіздің естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы футбол федерациясының баспасөз хатшысы Дина Ысқақова, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының ойыншысы Бауыржан Исламхан.